Қазақстан Республикасы, өзіңіз білесіз, зайырлы демократиялық мемлекет. Еліміздің шаңырағында 130-ға жуық этнос өкілдері бар, 18 конфессия тіркелді. Яғни көп ұлтты, көп дінді мемлекет. Әр ұлттың өзінің салты, дәстүрі сабақтасқан. Мысалы, өзбек ұлты болсын, қазақ ұлты болсын. Мысалы, біздің қазақтың өзінің аспаптары, домбыра болатын болса, өзбек ұлтының дутар деген дүние бар. Бізде беташар деген дүние болса, ол басқа этникалық топтарда өздерінің ұлттарының діннен бөлек орындалатын салты, дәстүрі, әдеті, ғұрпы бар. Ислам дінін ұстанғаннан кейін, ислам дінінің өзі ұстанатын орта жолы бар. Ал енді орта жолдан асып кету қалай анықталады? Орта жолды асып кету өмір сүру салтында кей кезде мына салт дәстүрді мойындамауы, құндылықтарды мойындамауы, зайырлық принциптерге қайшы келетін көзқарастары, уағыздарында, іс-әрекетінде анықталғаннан кейін бұл дәстүрлі емес, экстремист көзқарас деген пайда болады. Жат идеология бейімдігі артып жатыр деген көзқарастар белгілі болады. Кейбір біздің этникалық топ азаматтарымыз дұрыс ақпараттарды мән бермей, Шайх Самарқанди бар, Абдулла Зуфар бар, Хизбут Тахрирді үгіттеп жүрген Махмуд Абдул-Мумин деген шетелдік радикалды уақытшылардың ықпалына түсіп жатқанды белгілі. Оңалту жұмыстарымен айналысқанда түзеу мекемесіне терроризм баптарымен сотталған азаматтар бар. Күдікті азаматтармен сұхбат жүргізген уақытта басым көпшілігі шетелдік өзбек тілді уақытшылардың аты аталатыны белгілі. Енді оны алдын алу жұмыстары қалай? Ақпараттық түсіндіру топтарында мектеп қабырғасынан бастаймыз. Колледждері бар. Дербес жұмыстардың нәтижесінде, жалпы түсіндіру жұмыстарының нәтижесінде шетелдік өзбек тілді радикалды уақытшылардың ықпалына кету азайған. Және оларға еліктеуді азайған.